Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен хаттаманың рецептісін бөлісемін. Өте қарапайым рецепт, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасындағы суға тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұзы еруі керек. Барлық рецепттің құрамын видеоның астына описанияға жазып қалдырдым. Електен өтілген ұнға суды құямыз, және де үстінен сұйық май құйып, қамырды илейміз. Қамырды өте қатты емес, және де өте жұмсақ емес, орташа қаттылықта илейміз. Міне осындай қамыр болады. Бір илеп болғаннан кейін бетін жауып, 5-10 минутқа қойып, тағда қамырымызды илеп жіберсек, қамыр деген иі қанып, жылтырап шығатын болады. Міне сіздерге видеода көрсеттім. Міне 5-10 минуттан кейін тағда мені қамырды илеп жібереміз. Осы кезде қамыр қолға өте икемді иленіп, өте жұмсарып қалады. Сол кезде осылай илеп жіберсеңіздер жылтырақ болып шығады. Енді біз қамырдың арасына жағатын майымызды ертіп дайындап аламыз. Майдың құрамы 82%-дан жоғары болғаны дұрыс. Ертіп болғаннан кейін құрамында су бөлініп жатса, кішкене уақыт қайнатып жіберсеңіздер болады. Сол кезде майымыз хаттаманы қатпарлы етіп шығарады. Міне қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөлеміз. 2 зуала болады. Жақсылап тұрып осылай формасын дөңгелекше етіп келтіріп аламыз. 2 зуалаға бөліп алғаннан кейін осылай дөңгелекше етіп формасын келтіріп алып, қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды жаю барысында өте икемді, оңай жайылады. Кішкене ұн сеуіп жібереміз. Қамырды қыздар ең бірінші жаю кезінде осылай үстін қолымызбен жұдырықтың күшімен шетін баса отырып, формасын келтіріп алып, өзімізге жеңілдету үшін осылай басып шығамыз. Бас салып оқтаумен қамырды жаюға кіріспейміз. Алдымен осылай жұдырықтың күшімен шетінен ғана басып отырып, қамырымызды формасын келтіріп жұмсартып аламыз. Міне осыдан кейін ғана оқтауды көмегімен кішкене шеттерін басып отырып, бастап жаямыз. Қамыр дөңгелек болып шығуы үшін де осы техниканы қолданғандарыңыз дұрыс. Сол кезде қамыр дөңгелек болып шығады. Және де қамырды жаю кезінде екі шетін ғана жай ғана күшпен басамыз. Қатты басатын болсақ, қамырларымыз қатпарлы болып, юбканың етегі сияқты желбіреп кетеді. Сондықтан жай ғана күшпен ғана басамыз. Кейбір жандар енді қамырдың екі шетін емес, екі шетіндегі оқтаудан ұстап басып жаятын болады. Енді менің өзіме осылай қамырдың екі шетін басып отырып, жай ғана күшпен басып отырып жайған ыңғайлы. Біреуін жайып болдық, енді екінші қамырды жаюға кірісеміз. Жаңағыдай кішкене ұн сеуіп, осылай басып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Осылай басып шықсаңыздар, формасын дөңгелекше етіп келтіріп алғаннан кейін, формасы да дөп дөңгелек болады, қамырларыңыз да әдемі болып жайылады. Егер қамыр жаямайым дейтін қыздар бар болса, міндетті түрде осындай хаттама немесе самса нандарының қамырын жиі жая берсеңіздер, қолдарыңыз үйренеді. Өйткені самса мен хаттамаға қамырдың дөңгелек болуы маңызды емес, қыздар. Міне осылай қатты жұқа емес, қатты қалың емес етіп қамырды жайып шығамыз. Міне екеуін салыстырып алдым. Екеуі бірдей шамада болған кезде бірінші қамырымызға майдың жартысын құйып, міне осылай барлық шетіне тигізіп, бір текіс етіп майды жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін кішкене майдың кебуін күтіп, екінші қамырды бетіне тура етіп орналастырып аламыз. Екінші қамырдың бетіне де дәл солай майымызды жақсылап тұрып бір текіс етіп жағып шығамыз. Осы сары майдың құрамына тоң майды қосып ертіп жақсаңыздар, енді хаттама нандарыңыздың дәмі өте керемет болады. Менде тоң май болмаған соң, жай ғана сары маймен осылай жасап жатырмын. Соның өзінде дәмі өте керемет болады. Дәл видеодағыдай осылай оқтаумен қамырды орап шығамыз. Бешбармақтың қамыры сияқты осылай ортасынан бөліп кесеміз. Одан кейін қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп кесіп шығамыз. Міне осылай ұзынша етіп 3 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлікті енді хаттама нанның формасын келтіріп отырып ораймыз. Видеодағыдай екі жағынан бірдей етіп орап келеміз де, дәл ортасына келгенде теңдей етіп бөліп, міне үстін сол күйінде басамыз. Міне қамырдың формасын келтіріп басамыз. Қатпарлары сол кезде өте керемет болып шығады. Міне қараңыздар, осылай жасап шығамыз. Осы рецепт бойынша 6 хаттама нан шығады. Міне қараңыздар, қатпарлары өте керемет болып тұр. Енді мен 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып алып пісіремін. Негізінде мұздатқышқа салып, басқа күні де пісіре берсеңіздер болады. Міне дайын болған қамырларымыздың барлығын кішкене ұн сеуіп отырып жайып шығамыз. Хаттама нандарымыздың барлығын жайып шығамыз. Енді нандарымыздың қалыңдығы өте жұқа немесе өте қалың болмайтындай етіп жаямыз. Міне дәл видеодағыдай жайып шығамыз да, одан кейін пісіруге кірісеміз.
барлығын жайып алдық. Табамызды қыздырып, қызып тұрған табаға сұйық майды құямыз және хаттама нанды салып, бір-екі рет айналдырып жібердім. Және де орташа отта қақпағын жауып, асты қызарғанша пісіреміз. Асты қызарғаннан кейін бетін ашып, астын көресіздер. Екінші бетін аударамыз. Осы уақытта тағы да бетін кішкене жауып алсаңыздар болады. Міне осылай аударып отырып пісірсеңіздер болады. Астында майы таусылған уақытта тағы да сұйық майды құйып отырып пісіресіздер. Осы әдіспен пісірсеңіздер, хаттама нандарыңыз қытырлақ болып шығады. Егер де қатты отта пісірсеңіздер, хаттама нандарыңыз қытырлақ болмайды, бірақ жұп-жұмсақ болып піседі. Олайда пісіріп көрсеңіздер болады. Міне нанымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет, қатпарлы және де қытырлақ болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, достарыңызбен, жақындарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар, достар. Менің YouTube каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар және де рецепті қарап қана қоймай жасап көріңіздер.